Осы видеода мен Астанадағы айымды Сакудағы Макдональдспен салыстырамын. Астанадағы айымда мен биф тейстіні 2450 теңгеге алдым, және кіші фри картобын 500 теңгеге алдым. Бір аптадан кейін Сакудағы Макдональдста Биг Макты $6.39 алдым, және кіші фри картобын $3.09 алдым. Егер $1 480 теңге тұрса, онда Биг Мактың бағасы 3067 теңге, ал кіші фри картобының бағасы 1483 теңге. Мен тапсырыс беру кезінде 3 түрлі айырмашылықты таптым. Бірінші айырмашылық: Астанадағы айымда басқа қазақстандық кафелерде сияқты салықтар тауардың бағасында уже қосылған. Ал Макдональдста басқа америкалық кафелерде сияқты салықтар бөлек төленеді. Сакудағы Макдональдста мен 79 цент мөлшерде салық төледім. Екінші айырмашылық: Сакудағы Макдональдста әрбір тауардың энергиялық құндылығы көрсетілген. Мысалы, Биг Мак 590 калорий береді. Астанадағы айымда осындай функция жоқ. Үшінші айырмашылық: Сакудағы Макдональдста бургерге қосымша бөліктерді қосуға болады. Міне осылай мен 40 цент төлеп, өз Биг Магыма 2 қызанақ бөлігін қостым. Астанадағы айымда осы функция жоқ. Енді бургерлерді салыстырайық. Биф тейстиде де, Биг Макта да келесі ингредиенттер бар: котлета, орамжапырақ, ірімшік, булочка және қателеспесем екеуінде де мазик бар. Бірақ Биг Макта дефолтты түрде қызанақ жоқ. Мен 40 цент төлеп оны қостым. Және Биг Мактың ішінде осындай ортаңғы булочка бар. Айтпақшы, мына булочка өте жеңіл түрде құлады. Қазақстандық Биг Тейстиде америкалық Биг Макта өте дәмді, бірақ америкалық Биг Макта бір иісі бар. Жағымсыз деп айта алмаймын, бірақ какой-то иісі бар. То ли ірімшік, то ли бірдеңе, білмеймін. Бірақ мал сияқты тез жесең, бұл байқамайды. Бірақ асықпай жесең, какой-то дәмі бар. Сондықтан мен қазақстандық Биг Тейстиге 10-нан 10 деген бағаны берем, ал Биг Макқа америкалық 10-нан 9. Енді фри картобын салыстырайық. Мен ойымша, америкалық картошка дәмдірек. Қазақстандық картошкада как будто тұзы аз. Сондықтан қазақстандық картошка мен 10-нан 9 деген бағаны берем, ал америкалық картошка, яғни мейндағы картошкада мен 10-нан 10 деген бағаны берем. Бірақ мен осы видео үшін жеген екі түрлі тағамды салыстыра отыра, Қазақстандағы бургерлер америкалық бургерлерден дәмдірек деп айтуға болмайды. Қазақстанда ондаған айымдар бар. Астананың ішінде басқа айымдар бар. Америкадағы Макдональдстың кафелердің саны вообще үлкен. Онымен қатар, екі кафелерде де бір күні бір аспаз жұмыс істейді, келесі күні басқасы жұмыс істейді. Мен Макдональдс сияқты үлкен компаниялардың белгілі бір стандарты бар екенін білем. Бірақ дегенмен, мен ойымша, осындай қазақстандық айым немесе америкалық Макдональдс сияқты үлкен масштабный салыстыру жасау үшін Оралға, Калифорнияға, Семейге, Орегонға, Түркістанға, Аляскаға бару керек. Келесі видеода мен Саку даунтауны, мен Бидфорд қалашығын көрсетемін.